Барлықтарыңызға сәлем. Жақсыгүлдің асханасы каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сметанник дайындайтын боламыз. Видеоны бастамай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймыз. Ең алдымен біз електен өткізілген 250 грамм ұнымызға 10 грамм қам қопсытқышты қосып, оның үстінен 100 грамм қантымызды қосып, 150 грамм сары майымызды қосамыз да қамырды крошкаға айналдыратын боламыз. Мінекей, бізде осындай крошка пайда болды. Енді оның үстінен бір жұмыртқа салып, бір келкі қамырға айналдыратын боламыз. Басында бірікпеуі мүмкін, бірақ ол қорқынышты емес. Уақыт өте келе ол ақырында бірге бастайды. Мінекей, бізде осындай бір келкі қамыр пайда болды. Енді бұл қамырымызды салафанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа демалуға салып қоятын боламыз. Бес кезекте біз салмасын жасаймыз. Ол үшін мен 500 грамм қаймаққа, дүкеннің қаймағына 100 грамм қант қостым. 4 жұмыртқа қосамыз. Және де бір ас қасық крахмал қосатын боламыз. Енді барлығын біріккенше венчикпен араластырамыз. Барлығын араластырып алдық венчикпен. Келесі кезекте 1-2 рет осылай лопаткамен тағы да бір араластырамыз. Мінекей, біздің салмамыз дайын болды. Біздің қамырымыз демалды. Формамыздың астына пергамент төсеп аламыз. Мінекей, біздің қамырымыз. Енді бұл қамырдың азғантай бөлігін алып, формаға жаятын боламыз. Ең алдымен астын жасап аламыз. Одан кейін жан-жағына қосамыз. Мен пешті алдын ала қосып қойдым 180 градуста, асты үстін конвекциямен. Неке бізде астыңғы жағы дайын болды. Келесі қалған қамырымызбен біз жан-жағына бортик жасайтын боламыз. Барлығымызға қойып, бір келкі етіп, бортиктер жасаймыз. Барлық қамырымызды жайып алдық. Енді бір келкі болу үшін осылай стаканның көмегімен басып алсаңыздар болады. Жан-жағын реттеп алып, және де мен сәндік үшін осындай шпатель алып, мұнан барлығын басып шығатын боламын. Бұны қасықтың көмегімен, немесе лопатканың көмегімен де істеуге болады. Бұл бір келкі сәндік үшін, столдың үстінде әдемі көріну үшін жасалатын дүние. Келесі кезекте дайын болған салмамызды құямыз. Пешке 35-40 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Енді өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Әркімнің пеші әртүрлі. Қандай әдемі болып шықты. Менің пирогым 35 минутта пісіп шықты.
Одан кейін мен 2,5 сағатқа салқын жерге шығарып қойдым. Осындай әп-әдемі болып пісті. Суыды, біркелкі болды. Енді келесі кезекте мен үстін шоколадпен сәндегім келіп тұр. Шоколадты, кез келген шоколадты алып, мешочкқа салып, оны ыстық судың ішіне салса, содан кейін басын тонкий қылып кессе, жұқалап кессе, әдемі узорлар шығаруға болады. Осы шоколадпен істеп, оның үстінен жидектер немесе әртүрлі жемістер қосса, ол одан да сәнді болып шыға келеді. Осымен бүгінгі біздің дайындаған пирогымыз дайын, сметанигіміз. Егер де видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Қазір сіздерге турап ортасының қандай болатынын көрсетемін. Ортасы чизкейк секілді болып шыға келеді, жып-жұмсақ. Әлде де суытып қоюға болады, бір түнге қойсаңыздар болады. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.